Kızın kim diyor olansın onun adası. Atıp kuvat men enim. Жаңа екі Батырбай деген бала, ең үлкен ағасы Юрий. Biz de şiirin ağacısına Xudoy bergen. Ben şiirinden inisimen. Kızın kayını bu. Oğlan bize de hani avukattan alın Еркінбай. Сіз Еркінбайда тұрасыз ба? Оның шаралар Үлкен бала енді. Негізі мұсылманның шарты бойынша, военный болғанда военныйды айтады ма сен? Майор, званиямыз солай, бәрін фамилиямызды сөйтіп айтады. Жақсы, менде отырған военныйбіз көреміз. Ол емен де енді. Мына Сапарияр деген мен үлкен құдам. Мен құдасына қалмаймын. Ана отырған Құрбанбай деген ағам мен. Одан кейін мына Бақыт деген неше. Кемпірінің інісінің баласы ма? Одан кейін мына Бердақ деген ұлы інім. Бұл үлкен кемпірдің баласы. Бұяқта отырған Әділбай деген үлкен бажам мен. Мына Бақыт деген қайным. Азамат деген мұрындық балам мен. Аржан балам байланыс деп кеткен ғой. Оң болсын. Алмин. Жағына Анау Азардың үлкен қайнағасының қызы. Екінші. Мынау екінші қайнағасының қызы. Анау үлкен қайнағасының қызы. Аты не бар? Мынау құдағайымыз. Мынау құдағайымыздың қызының енесі. Ездеріміздің әкелермен туысқан ағаның келін. Мынау құдағайымыздың қызы ұл болсын. Мынау құдағайымыздың қызы Айбұла. Інісінің келіншегі аты Риза. Анау үйдегі үлкен үйдің келіні. Приман. Олардың ең үлкен ажатасы ма? Әкеміз ұзақбайдың үш баласы. Сол балалардан қызлардан ең үлкенім мен. Айжан Шарқозында тұрамын, атым Тамара. Атаға ұсап тұрсам, міне. Сол біздер өздеріміз үш қыз, үш баламыз дедік қой. Енді біздер үш қызбыз міне. Менен кейінгі сіңлім аты Эльмира. Бұда кішкентай сіңлім аты Гүлжаха. Мына сол жаңа менен кішкентай алғашқы інім бар, Батырбай деген. Сыновым аты Юрий. Солың келіншегі Роза. Бұл шегім келген орта тастырып жіберген. Сол шегімнен кішкентай келін аты Бибруза. Өзі үш бала Батырбай, Ниетбай, Марат. Жүдә жақсы. Қайырдың басылаймыз. Хәмеге сәлемдеп жүрсің, баламайда күлемейсіз. Мен қайным қойдым. Еліне бұлай келдім. Апасыға шығып беріп.
olsun. Rahmet. Rahmet. Yaşlarınız vakti kadar oldu. Böyle Bahçeli'deki hava yollarını Oldu oldu. Abi bugün ne yapıyoruz? Bizim şartımız bizde oynak yıllarına sevimiz var. Nasıl hangi nüfusa karşılar? Daha bir tarafta bakın sokaklarımız mutlu olsun. Sokuyor balarız bize bir yüzü okuyor olsun. Şartımız bizim daha bakışını şiveli derdi kurur baklı gelin olmuşsun. Daima gözü postlar, daima yumuşaslar, uzak olup uzaklar bekliyor. Özlerinin özü böyle kalkışta hamaklarına düşsün. Yeri gidecek kapıyı görürsün. Sana kudaklarına kadar nakşılık olsun. Daim sor, bir işbenen sor. Kartı tanrı kudak ayrılıp katnasa verirsin. Katnasını sağlık olmakla büyüyor. Kudamın yok hep sorumluluk kartı olsun. Daim benim gibisinde kozulanmalarımız baklı, akıl olsun. Daim kozulanlarımın kozularsın. Özlerinin özsün, özsün sor. İzlaka kendi hizmetleri bırakın. Baklı jaslar olsun. Daim şarkılar büyük olsun. Sonra da sıkıntı üretiyor, kanıydı, kızlar, her neyse. Kızlar devam edelim, ben sana kızlar olsun. Kibir o, git o kibir o. Daim hep neyse, şarkılarımızdan daim sonra aklık gelip, ballar üylendirmeyenlerge sokup, birinci keliler gelip, ballar üylendirmeyenlerge aklık gelir, şalık gelir, daim sonra hem de şarkılarda bir jaksı toylar olsun. Dansına bir vatanı toylar nasıl versin. Odan keyin ballarga uylanib, sotoylarda da sotilib, ro'yxatga taqdirib o'tiraverib, hammangizni kelsin.
Kaysına şimdi.
Uşada tuz akıstara tuz yesmeyin dedi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum hürmetli aziz imanlar, uzak жақыннан келіп отқан ағайын туған туысқандар. Үйлері иманға, күйеулері иманға толы жасыл гүлдер, жасыл күнді сыйлай білген жас кішілер. Тойымыздың қадір бәлент азиз иманлары. Міне бүгін сіздермен біздер аспанымыз ашық, заманымыз тыныш, халқымыз байрамларды байрамларға, тойларды тойларға ұластырып атқан ажайып бір пайтта, топырағы алтыннан Қарақалпақ дияры, бес қаланың бірі Шымбай қаласында, ұлы шаңарақ Бекімбеттер шаңарағында және бір жас шаңарақ бой көтермекте. Бүгін міне өз абырайына ие ұлы шаңарақлардың бірі болған міне шаңарақ иесі Ниетбай ағамыз аталық парызын орындап ұлды үйлендіріп бердім. Брата, кел отырып алыңыз. Міне үлкен дайсыз. Бүгін міне ұлды үйлендіріп, ел халыққа ас беріп, елдің халықтың пәтиясын алып беріп атыпты. Шымбай қаламыздың орайында шайласқан пайызлы тойханамыз, салтанат сарайы тойханамыз бүгін міне қуанышқа бөленбекте. Яғни айтқанда бүгін міне Қонышжан ініміз өзінің жұбайын тауып, міне өмірге бірінші қадемлерін қойып атыр. Әлбетте беташар дәстүрі бұл ата-бабамыздан кеткен салт дәстүрлердің бірі. Яғни айтқанда сол шаңараққа иіліп түскен келіннің беті ашылып, ағайын туған туысты таныстыру, һәмде азы кем ақыл нәсият айту. Ескіден сөз бар, шаңараққа иіліп түскен келіннің беті ашылмаса, ол шаңарақтың ағзасы есапланбайды екен. Әлбетте міне Қарақалпақ дәстүрінде беташар дәстүріміз, міне ата-бабадан кеткен салт дәстүрлердің бірі, екі жағына екі міне абысыны, бірі қоңсыдан, бірі ағайыннен, һәмде мейуа ағашы байланып, мейуа ағашындай мейуалы болсын деп, кішкене ұл балаға ұстатады, ұсындай перзенттерді дүниеге келсін деп. Әр миллетте әр түрлі ашылады екен. Өзбек халқымызда дәппен ашылады, қазақ бауырларымызда домбырамен ашылады. Біздің Қарақалпақ халқымызда беташар дәстүрі ұшырма гәппен ашылады дегенге. Әлбетте міне ұрысат болса, Батырбай аға бастай берейін бе? Бердімұрат аға ұрысат ба? Тамар апа ұрысат ба жасыл гүлдер? Әлбетте мен ұрысат болса келіннің бетін ашайық. Дуз несібесін ұсы шаңыраққа шашайық. О, баракелле бірінші бетте беташар дәстүрімізді ата-баба жолына садылық еткен халда. Әзіргі заманымызға ақшамласырған алда бірінші нәубетте беташарымызды келімізге нәсияттан бастаймыз. Ал келінім құлақ сал, сөзімнің басы бісміллә, түбіміз мұсылманбыз ғой, бісміллә іс қылма, орынсыз жерге отырып, болмас іске күш қылма, айтқаным неге болмайды деп кейіннен қызылмыш қылма, қайырлы бол қарағым, ата менен анаға, пәмсіз болсаң келінім, төркінге абырой болама, сәл нәрсеге өкпелеп,
Барсып қолың жағаға, күлкі болмай елдегі қатын бала шағаға. Суықлық кіріп жүрмесін қапелімде араға, сөз келтірме шырағым, үйленіп атқан бүгінгі қоныспай деген балаға. Күйеуің саған бақырса, пайдаңды айтып тәртіпке шақырса, тәртіпсіз жердің қызындай мына көшеге шығып алып ойдат деп қышқырма. Көз алартып мына шиырын атлы енеңе, қалтыратпа тиіп денеңе, бақырма маған мәстен деп, қатынға бақыратын заманнан өтіп кеттің қашан деп, хаялыңман балаңа құл емеспен саған деп, сабыр емен не заманда еркімді бер маған деп, тұрсаң егер тепсініп, сонда күлер жұртшылық, мынау қандай адам деп. Қалайық сөздерге құлақты салайық, бүгін байрам ауылда келіншек келіп тұрыпты, күлімлеп күтіп алайық. Жаңа дәуір үшін тек жаңа дәстүр алайық, жас семьяны құтлықлап мехр гүлге орайық. Бақты гүлдей ашылғай, іші күйген дұшпаны аяғына басырғай. Иіліп түскен есігін келіншек қапа қылмағай, шадлыққа толып құшағы бесігінде бөбек ойнағай. Несібесі мол болып қазан толып қайнағай, қыдырата қоллап сөзімді бақытлы болғай келіншек. Пайғамбардың бір қызын әлі алды келіншек. Қыз алмақ һәм қыз бермек, соннан қалды келіншек. Сөзіме ғана құлақ сал, ықласпенен келіншек. Бастан аяқ біліп ал, білгеніңді іліп ал. Бір нәсият айтаман, өзіңе ғана келіншек. Хайуанаттың белгісі ат болады келіншек. Қатынаспасаң ағайын, жат болады келіншек. Қызмет қыл келін иіліп, ата менен енеңе. Тату болса үйіңіз, арадан қыл өтпейді. Тәртлі жердің қызлары шаң шығарып жоқ жерден төркінге өте кетпейді. Мәні бер келін ұсыған, аулақ болсын де ұсыдан. Айта жағым келінім, айырылып қалма жұбыңнан. Толық екен ақылы, санасы десін келіншек. Саналығыды өсірген анасы десін келіншек. Жұмысының жоқ сірә, шаласы десін келіншек. Шалаға иғылмай шасынан, сылап сипап басынан, тәрбиялы жердің өсірген баласы десін келіншек. Кемпір көрсең ақшашлы анам деп біл келіншек. Қары көрсең көп жасы атам деп біл келіншек. Ұстазы көрсең оқытқан санам деп біл келіншек. Өсірген ұл қыз баланы, ата менен ананы, қожалығымның қорғаны панам деп біл келіншек. Туылған әрбір перзентің азамат болып ер жетсін. Туылған ана ватанға адал қызмет көрсетсін. Алым болып ер жетсін, ілімнің сырын ашқандай. Қосшы болсын іләйім, жапақ бақсы ешшандай. Істеген әрбір істерін ел ісіне жаратқай. Академик болғай іләйім, Нұрмұхаммедов Мараттай. Летчик болып ер жетсін, пәрваздап ұшын хаваға. Шпакер болсын іләйім, қастелер келсін даваға. Батыр болып ер жетсін, дұшпаннан кегін алғандай. Палуан болсын іләйім, ер назар ала көз палуандай. Тойлы пасы бойыңа жараса берге келінім. Келіні бол ардақлы қарақалпақ елінің. Қосылғамына жігітке яр болғайсаң опалы. Опалы болсаң жүздерің әрдайым болар жоқары. Өзіңдей пәкізе келіннің қарақалпақ елінде. Көбейе бергей қатауры. Той болады міне Ширин апамыз 4 күннен бері шашуда. Дәрияда көйлі тасуда. Келін келді деген соң, бақыт келді деген соң, келіп тұрман келінім бетіңізді ашуға. Қыз гүллерің бүгінде қайларда қалды келінім. Жаңа келді келіншек, сыналатын жеріңіз. Түскен жерің текті жер, ата тегін білсеңіз. Сыналмайын десеңіз, си ызетті білсеңіз. Мына толық қалқыңа, қары менен жасына, пүткіл қарақалпақ қалқына. Қалқың болды дегенше, маңнайың жерге тигенше, ибе сақлап иіліп, бүгінгі салтанат сарайы тойханасына жиналып келген қалқыңа жұп сәлемет келінше. Анау алтын босаған, әзелден перлер жасаған, қыз патшасы Бифбатма ол да оннан атылған. Ол енді сенің босаған, алтын босағыңа иіліп, жұп сәлемет келінім. Енді міне Бердімұрат аға
Батырбай аға жүдә бір келінге нәсиетті бере бергендей бір жасымыз ұлы емес. Міне Беташардың салт дәстүр есабында аз кем ақыл нәсиетті айттық. Құдайға шүкір, міне алдында өздеріңіз барсыз жасыл күн. Біз сіздердің ізіңізге еріп кетірген жас кішіміз. Алдымызда сіздерде жасы күлер аман болсын. Қалған жағында келінге ақыл нәсиет жол жобаны өзіңіз бере бересіздер. Біз сәлемнама өтіп кетсек қалай болады? Мақұл ма Батырбай аға? Ниетбай аға ұрса Шерін апа тек баратта түскен шестейсің. Барат аға сау. Бастай берейін бе? Сәлемнама өте берейін бе? Ойлабам жүрген жоқ. Материал санап келіп жүр, нешеу болды деп. Әлбәтте, әзіл қалған жағында азиз меймандар, сәлемнама өтеміз. Атадан қалған ақыл, ата-бабамыздың айтпайтын гәпі бар. Өлі сыйлаған бай болады, тірі сыйлаған би болады дегендей азизлер. Міне, осы шаңырақта мархум аталарымызды, мархум аналарымызды келінімізге бір қатар таныстырып өтуді лазым деп тапқан екен. Бабалар рухын яд етіп, аталар рухын шад етіп, мархум аталарымызды, мархум аналарымызды келінімізге бір қатар таныстырып өтеміз ағайлар. Рухың шад болып көтер басыңды. Рухың шад болып көтер басыңды, қафа болып шыртпа әргіз қасыңды. Hürmetlerimiz мәңгі сенің атыңды. Бұл дүнияда әуладың бар мархумлар. Мәңгіге өшпестей атың қалып тұр, ұл қыздарың сені ойлап налып тұр. Үйленген ұлларың ядға салып тұр, рухың шадлансын сенің мархумлар. Ең әуелі сөз басы, қожалықтың жол басы, жыллар жылжып өтсе де, яддан кетпес сұлғасы. Атаңның да атасы, саялы күшім шақасы, сіздердей жас әулатлар, сол күшімнің шақасы. Мархум үлкен аталарымыз, Елбай атамыздың рухына, Зүлпи апамыздың рухына, Бердібай аға, Сәлим апа, әмде осы шаңырақтың асқар тауы, Ұзақбай атамыз бенен Перида апамыздың рухына, өз алдына жұпта жімет келінім, жұпта жімет. Алғы сөз соннан басанар, алғы сөз соннан басанар, бірден көзге тасанар. Бұл ағаларымызды еске түсірсек, еріксіз көзге жас солар. Кеулі оның бай еді, төрт түрлігі сай еді, қандай ауыр іс болса да, бұл ағаларымыз тұрғанда жай еді. Ем берген аға, Зәуреш апа, Перхан апа, Жұманияз аға, Тәжігүл апамыздың рухына, өз алдына жұпта жімет келінім, жұпта жімет. Бұл бір жақты дүнияда өмір екі берілмес. Бұл бір жақты дүнияда өмір екі берілмес. Бүгінгі ұлы тойыңда аталарың, апаларың көрінбес. Қуатбай аға, Гүлжан апа, ағаларымыздың рухына жұпта жімет келінім, жұпта жімет. Жүрің, жүрің, жүрің деп, тойларда ойнап күлің деп, тұрмас бедау арада, бүгінгі жақты дүнияда келінім сенің тойыңда. Мархум жезделерің Жалғасаға, Темірхан аға, мархум жезделеріңнің ұрықларына жұпта жімет келінім, жұпта жімет. Айта жағым келінім, әрбір айтқан сөздерім құлағыңа қат болғай. Мархум міне ағамыз разы болып, рухлары шат болғай. Міне Ниетбай ағамыздың үлкен дайысы Әзербай ағамыздың рухына өз алдына жұпта жімет келін. Рахмет. Мархум ағаларымыздың жатқан жер жайлы, топырағы толға, рухлары шат. Әмеше сіз азиз инсанларға ият болғай. Әлбәтте енді қалған жағында сәлемнама өтеміз. О, келінім, келді бүгін тойыңа, жақын менен алыстан, уайым менен қайғына теңдей бөліп алысқан. Келді бүгін тойыңа, ата менен қайнаға, жезде менен абысын, таныстырып өтейін келінім, кімнің алыс жақынын. Бірінші өбетте той иесі Ниетбай ағамыздан басаймыз баракалла. Той беріп қалықты жидырған, мал семізін сойдырған. Алысына ат жоллап, жақынына қат жоллап, барлық жерден қалдырмай, мойнақ төрткіл шоманай,
Taqta köpür Həmşinbay, Saranşa menen Samanbay, Şaqal köpür Şortanbay, Şadlı menen Bozgöldün, Oraqbalga Qosgöldün, Ağayları bar жерден, Aq terek menen Kerderden, Quda tamır Şekşatqa, arnap mallar soydurup, tartılgan her tabaqqa, Jup Qarataudan koydurup atқан, Kelinşektin kayın atası, Niyetbay ağamızga, öz aldına, Jup selamet Kelinşek. Rahmet. Niyetbay siz sipalap salat ekensiz. Zeriktirmeydin yaşlı günü ekensin abi. Barakallah, endi mine aytacağım kelinim. Ana oturgan yeneniz baskasan onu demeniz. Oturganda kasında hasla kaygı jemeniz. Akıl verir dananız. Bul ikinci ananız. Barakallah. Kelinşektin yenesi kırdan jürür kemesi. Aklık, şauluk süysem tezirek. Deyip durgan mine Şirin apamızın demesi. Şirin atlı kaynenine öz aldına. Şu selamet gelinim. Endi bireudun pişirgen avqатын bay mынау Şirin boptu dep ayta almaysan endi. Bay mына avqatың енем boptu дей бересің ғой. Barakallah. Endi mine aytacağım kelinim. Qıdırıp ауыл аймақты ақылlı hasıl adamdan mұрындық ата сайлапты. Келешегін ойлапты. Рахмет. Келешегін ойлапты. Өзі әділ мұлайым, құтлы болғай баракалла міне. Қуатбайдың мұрындық баллары ілайым. Баракалла мұрындық атан қуат. Құда қалесе ауылға барған неге мұрындық баласын жуат деп жібереді. Өз алдына шүп сәлемет келінше. Қуат күнімен сомеді, омылыққа майда барма деп тұрғы. Рахмет. Hazır koy. Anau mұрындық енеңіз басқасан оны демеңіз. Ол тұрғанда қасында хаста қайғы жемеңіз. Ақыл берер данаңыз бұл екінші анаңыз. Келіншектің мұрындық енесі түс көріпті. Мешіттің яшігінде қылдыңыз осындар. Анау мұрындық енеңіз басқасан оны демеңіз. Ол тұрғанда қасында хаста қайғы жемеңіз. Ақыл берер данаңыз бұл екінші анаңыз. Мұрындық енең түс көріпті. Түсінде гүлі бүлбілгі жеріпті. Радонда қиналпай жөргөклерді жудыртпай, ұсынбай ол қызды құдай беріпті. Мұрындық енең шәрігіл атлы. Өз алдына мұрындық енеңі жұп сәлемет келіншек. Ой, баракалла, бірі аға, бірі іні. Бірі аға, бірі іні. Місті егі сауындай, егерді аузы біріксе, мәртебесі бәлентер, місті пәмір тауындай. Аталарың аралас, бірі ұлы бірі жас, өкпіліп қана жүрмесін, айтылмаса басма бас. Міне атаңыз Батырбай аға, Марат ағамызға, өз алдына міне қайнатаңның туысталары бірі аға, бірі інісіне жұп сәлемет келіншек. Barakallah. On bola versin. Albatta mine aytacağım kelinim taң gülündüy dolangan, kan atlasqa orangan kelin qaşan keler dep, bizge selam berer dep, jollarına qarangan. Tamar apa, Elmir apa, Güljahan mine apalarına öz aldına jup selamet kelinşek hele getip kölükte Güljahan apamız mine Qarızökten gelipti. Toyga barım beripti. Men nege aytmadım ma yeli dep ökbelen kirip turuptu. Endi mine aytacağım kelinim. O jane de ülkön absılarың, apalarың buladı barakallah. Aytacağım kelinim. Qanday қызмет bolsa da bekkem belde buuskan bul absılarına mine qaynenine tuuskan barakallah. Endi qaynene degen endi qayın jurttagı apa singli dep aytılады barakallah. Ülkön absın roza, kalganның bari proza deydi go. Roza menen bir uzağa öz aldına şu selamet kelinim barakallah, sağ bol salamat bolsunlar. Endi mine aytacağım kelinim, mine kaynagaların, ana oturgan kaynağan, yüzünde külgü şaynagan, kaynagaların ağlası, yüzündeki şadlıkka, kamasar күннің şuğlası, kaynagaların aralas, biri ollu biri jaz, ökbülep pana jürmesin aytılmasa basma bas. Azamat kaynağına marız, parakat, mınau mine parakat, mınau mine şarafat degeller barakan o şimdi. Parakat binen şarafatka, barakallah, İslamga, salamatka, santoşke, kamok, kamokka gerek pamuk deydi.
көбейсін. Бақырам, қайнағаларын бет ашарға шақырам баракалла. Өз алдына жұп сәлемет кімнің атынан? Көбейсін ілейм, ақшан көбейсін апа. Бірді бер, бақсыға бірді берген мың боп қайтады дейді. Енді міне айда жағым, мына қыз санап жүр ғой нешеуі түсті деп. Енді міне айда жағым келінім, үлкен апаларың, әлі кетіп көлікті, апаларың келіпті, енінде ақ жаулығы, елі беккемден саулығы. Көбейе берсін ілайым, ұсы апаларыңның ақлығы менен шаулығы. Несибел апа, Закир апа, Клар апа, Аймерек апа, баракалла, Айшақан апа, Тұрдығыл апа, Свет апа, Қалдеш апа, Гүлпаршын апа, Зейбаш атлы үлкен міне апаларың бар. Өз алдына жұп сәлемет келіншек. Және де айта жағым келінім, баракалла. Қандай қызмет болса да, беккен белді буысқан, бәрде міне күйеуіңі туысқан. Айта жағым келінім, таң гүліндей доланған, қан атласқа оранған, келін қашан келер деп, бізге сәлем берер деп, жолларыңа қаранған. Қайын апа бикешерің, Гүл Хатиша, Мехриға, Бибі Хатиша, Гүлсара, Бибі Сара, Сәрбіназ, Гүлшиқра, Дилфуза, баракалла, Нұрланай, Гүлайым, бақытлы болғай ілайым, Әлпияға, ұл болсын, қалтаң тола пұл болсын, Зинахан, Шайдахан, Гүлшиқра, Гүлайда, көрінбей кетті ғой бұлайда деп кете бересің. Ассаламу алейкум Сибет апа. Қазір айтаман, мен білмеймін ғой. Салам алейкум, қалайсыз болың болсын. Қазір бақтияған айтаман қазір. Ешкімге жоқ қасылығы, Меганың алдында Саянкінің бастығы деп жібере бересің. Бақтияр атлы жесіңе өз алдына. Жұп сәлемет келіншек. Қаяқта өз? Жұртларда мың сомаса, мен алға жезді дегенсің, мен бәр кіргеніме 10 мыңнан алады ол. Ағайшылық деген сондай болады жер өз. Енді міне айта жағым келінім, абысылар, анау тұрған абысын менен әжік-күжік табысын. Сенің сөзің сөзі деп, менің сөзім өзге деп, олар менен келінім болығымызың жарсын. Баракалла абысыларың Зілих апа, Қали апа, Жұмабек апа, Гүлжам... Неге айттым деп кетті атыр ғой. Өзі болғанда алар емеді, ажапым болғанда қинамай ақ қойында болды. Гүлжамила, Эленора, Ақмарал, Дилбар, Бибіназ, Эльмира менен Нұрсұлуға абысылардың топары өз алдына абырай жоғары жұп сәлемет келінім. Абысыларыңа баракалла. Енді міне қайынлер дейді. Қайынлер, айта жағым келінім, қайынлер менен тарыспа, оларға қызмет көрсетсең, озарсан келінім шарыста, ағам кішемді алды деп, кезек бізге қалды деп, қуансып жүрген қайынлерің бар міне сағынбай, қане сағынбай, жұртты үйленемен деп адамға бағынбай. Қазақстанда баракалла, Сағынбай, Расул, Нұраддин, Арзубай қайынлерің бар. Өз алдына жұп сәлемет келіншек. Енді міне айта жағым келінім, енді міне дай тарепің, яғни айтқанда келді бүгін той-тойлап, туыссалар дайлар, хүрметіне олардың кең дәстүрген жайлар, бақсының бастамасын алатуынам ұсы дайлар, жеңлер оған жарыса, ақша менен майырар. Міне дайларың Ұлман апа, үлкен апаларың Жұпар апа, Замир менен Жамилаға, Нағима, оларға сәлем еткіз бізе келінім деп танима. Баракалла, Муса, жиеннің тойын жуса. Сағынбай ма? Жүріппе адамға бағынбай. Үйлендіріп тұстау керек ол болады. Үйленді ме? Бол. Баракалла, міне мереке деген, той деген әммеге де кескелер. Гіл бажалар жарысып, қайын жұртқа тез келер. Тез келмесе әлбетте өздеріне сөз келер. Баракалла, міне ешкімге жоқ қасылығы, уақытында міне Полат Қазбек, Полатаға музыкалийда бір бөлімнің басылығы деп кетеді. Жезеңіз міне Полатаға берсе біздің коробка толат дейді ғой.
Rahmet. Rahmet sağ olun. Ава, қалтама сап кетті. Елім пластик деп аузыма салмағандайды. Баракалла, енді міне айда жағым дайларың. Және де халі кетіп той-тойлап, келді бүгін той-тойлап, дайлардың топары. Көз сүймесін ілайым, абырай таурақ жоқары. Құдай берген менен бағила, Меңлібай менен Арзыгүл, Дауылбай менен Зияда, Женнің тойында келе берген пияда, Дәулетбай менен Дилбарға, Ахмет менен Ұлзадаға, дайы қайны бекешерің Альбина, Мирамбек, Мәдина, оларға сәлем еткізбесек, жеңгежан деп танима өз алдына жұп сәлем еткеліншек. Және де айда жағым келінім Ширин апамыздың дайлары әлі кетіп көлікті, дайларын келіпті, тойға барын беріпті, біздерді айтпады деп өкпелен керіп тұрыпты. Міне қайненіңнің дайлары Мағзанаға, Сұлухан апа, Ниетбай аға, Амангүл апа, Саламат, Полат менен Толғанай, Сәңкібай аға менен Қыздар Гүл апамызға өз алдына жұп сәлемет келіншек. Рахмет. Енді міне бөлелер, бөледі, бар білгені ішінде eynin қысып күледі. Келді бүгін той-тойлап, туысқалар бөлелер келіп қалғанда шаңырақ қуанышқа бөленер. Енді міне қайненеңнің бөлелері. Арзайым апа, Қоныс менен Тұрсынайға, Қуаныш менен Гүлстанға, Шадлық менен Көззалға, Азамат менен Райгүлге, Бақберген менен Қалжанға, Карам менен Зиуарға, İkram менен Дилияға, İlham менен Бибіназға, Зилиха, Дәриге, Дәуран менен Гүлнараға, Баракалла, Құрал менен Қанзадаға, Лала менен Жалғасқа, Парша менен Парақатқа, Бақрам менен Байрамгүл, Мариям менен Араваш. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жақсы. Мариям менен Аравашға, Медет менен Бибішке өз алдына жұп сәлемет келіншек. Рахмет, тойларыңызға қайтсын. Енді міне айда жағым келінім, енді қалған жағында бір қатар қайненеңнің дайларын, бөлелерін бәрін айттық. Ниетбай ағамыздың жора жолдастары, яғни айтқанда құрбы құрдас 68-лер мен Ниетбай аға? 70 екен ғой. 70-тен өтпей ме тезлік? 50-ден өткеннен кейін 70 болып қалады өзі. Енді міне айта жағым келінім, 25-те ғой 100-бен жібере беретін. Әлбетте айта жағым келінім, Ой, қалтадан алғанды меспе әйтеуір. Бол. Марат аға, қайтып айтайын. Баракалла. Мен айтайын, үлкен атаң Маратты уақытында Бекімбетler шаңырағын дүнияға таратты дейді ғой. Марат ағаңа өз алдын жұп сәлемет келінім. Міне үлкен ағамыз Марат тұрған шығарса маған қарап жоқ болса көрсе, мына Тамар апамнан сұрап кетіп жібере берді. Болды. Бұл. Сау бол, саламат болсынlar. Енді міне айда жағам келіні міне Ниетбай ағамыздың құрдастары қызмет етіп жүғырған Ниетбай ағамыздың міне келін сүрген тойында біздер де ұсындай той қылсақ деген әрман ойында. Беташардан қадесі көрінер мекен қолында. Баракалла қайнатаңның достары қабыл болсын ілайым бүгінгі айтқан тілегі менен достары. Азат аға менен Гүлжаған апаға, Марат менен Венераға, Әжібай менен Клараға, Жалғас менен Байрамгүлге, Өтебай менен Абаданға, Исламбек менен Сәулеге, Орынбай менен Марияшқа, Жембай менен Патима, Абат менен Қалбике, Әділ, Полат менен Дилбарға да өз алдына жұп сәлеметке. Құрдастар ма? Бәсе, айту неге көйтпісіп жүр деймін бұл. Баракалла, енді міне айда жағым келінім әлі кетіп көлікті, бүгін тойға келіпті. Міне ұсыл жерде қайненеңнің, ассаламайғым біреу қалтамды қарап атпа деймін. Міне ұсыл жерде қайненеңнің коллективі ақ қағазы сөйлеткен, балаларға білімді үйреткен 32-ші мектеп коллективіне де өз алдына мұғалімдер жамаатіне жұп сәлемет келінім. Рахмет апажан. Ассаламайкум. Қалбек апа қалайсыз? Сау жасын, оң болсын. Өткенде бәхар демеді, сіздің үйде болдық, тойда ауа.
Қалай тойдаман соң тарқаттың ба? Содан бері көріспедік. Енді міне айтажағым келінім. Қоңсың болса жақсы қой, ұсындайда керегі, 70 жерде табысып қол көмегін береді. Жасыл көнен айтса жас кішілер ереді. Со ауылымыздың бийлері, қоныққа тайын үйлері, азалы бері көріп біліп тұрма, жаман емес күйлері. Құдай-ау, мына көшең еркеклер қайқа кеткен. Кілен қоңсапалар ғой. Еркеклеріне бауырсақ пісірмекімді айтпайсыз ба сонда? Еркеклерді айту үшін обязательно бауырсақ пісіру керек па сонда? Бигма би. Осы ауылымыздың биі, жаман емес күйі, Мұратбай аға. Кім? Қожабек, Рахат, Сейтнияз, Қайыр аға, Жолдас аға, Балтабай аға. Болар, соңмен біздің коробкада толар деп жібереміз. Шоп сәлемет келінім, баракалла. Және де айдажағым келінім, апаларым шапшаққан, тандыр-тандырынан жапқан. Кешеден бері той болады деп бауырсақ пісіріп, нан жауып, күйеу балалар келсе қаде алаткен, не бір қаделердің атын тауып. Апаларымыз міне той болса, мереке болса, ақлықларына бермей қойған кәмпит пешенің мейманның алдына қойып, мейман келсе мейман күтуден жалықпайтын қоңсы апалар, жеңгелер. Әзир апа, Ақшагүл апа, Ұлғыз апа, Жәмил апа, Сәнегүл апа, Айым апа, Ширн апа, Гүлзабира менен баракалла Зибир апаға, Гүлшеқра менен Бағдаханға, Улья менен Дилназға, Бағда апа, Гүлнар апа, Құндызға, Гүлмира менен Рамузаға, қоңсы апалардың бәріне жұп сәлемет келіншек. Қайсы көше еді? Қандай көше? Я? Едіге көшесі. Ой, баракалла. Қазір көшелердің аты бұрын қандай еді? Қаллен-бет 5 нөмір ме еді? Сондай ма? Бұрынғыдан едіге ме? Айту сіздің көшесі той бірсе. Сау бол, саламат болсылар. Енді қалып қойған адам жоқ па? Менің атым шықпады деп өкпелеп, міне қара жерді тепкілеп атқандар жоқ. Кім о? Кім қап қойды? Мынау қап қойды ма? Не жылап тұрсың сен? Айнан, таяқ тұстайма десе, таяқ мұнаны ұстап тұрға, қайда таяққа сүйен тұртты ғой мұнау. Ауырып тұрып па? Қазір доляң бәрі мұнаған өтіп кетеді әзір. Кітай сабыр етсін енді. Біз шыдамсыз бала екен бұл. Ойнан қолында еші 5.000. Және 5.000 мен жаллы бекегемін. Ассаламу алейкум. Атығы ма бұның енді? Нұраддин? Нұраддин бедашарды қой, бен таяқ соғы өтіп кетті. Eğilip atkan kelinşek sağan ırzaman. Eğilip atkan kelinşek sağan ırzaman. Kalmasın yendim yerde tayak tutsat durgan Nuraddin degen mırzağan. Usu bala bir kapta ayt dese her kapımda bir kelin üşelip. Jup selamet gelinim Nuraddin'am ücağına kaysın kişilip. Şaha balan atı kim edi? Kim? Mirambek. Mirambek kulümüne tayağını ustap dur. Mirambek'in boluğu ağa deyip onu kam kıstap dur düğün. Kayakta buysun. Buradlar семьяңызбен келіп ұстап жатпадыңыз ба еді? Қазір рахмет ойнау. Бұлам тұр бір-екі сон тау аңсат емес екен қой деп. Өзімізден басқа адам қалмаған шығар. Және кім қап қойды? Менің атым шықпады деп өкпелеп, мына мырамырды тепкілеп атқандар жоқ па? Құда-құдағай айтылды ма? Құдаға қап қойды ғой. Үлкен құда. Қыз беріп қыз аламыз, ұсындай құда тамыр боламыз. Құдалар келіп, не барып қайттым ғой. Анерге барғаннан кейін ұшылап кете беремін мен. Қыз беріп қыз аламыз, ұсындай құда тамыр боламыз. Құдалар келіп қалғанда мал семізін сойдырып, табаққа басты қойдырып, қызметке таққа тұрамыз. Құда, еркін құда, базар құдағайға, еркін құда менен базар құдағайға өз алдына жұп сәлемет келінім. Айнан, келдің бе? Не қылдың мұның? Дәмлемасын беріп келдің бе? Елексел. Ой, баракалла. Баракалла. Айда жағым келінім әлі кетіп көлікті бүгін тойға келіпті. Бикеші бола ма болар? Я, қайнапа, бикеші болады, қарындасы. Баракалла. Айда жағым келінім әлі кетіп көлікті бүгін тойға келіпті. Бірде егіз бикешінге баракалла айтылмай қалыпты. Айман менен шолпан бикешіңе өз алдына жұп сәлемет келінім. Сау бол, саламат болсылар.
Енді міне айтacağım. Енді маған бет тұр яқшы ма? Өзімізден басқа адам. Маған бере енді болды. Тер шықты ғой. Саған таяқ ұстаған жаға тікен балам. Терлі еткен де бұл таяқ ұстаса. Баракалла, той хабарын естісе. Рахмет. Марат ағамның қызлары бұл. Айтacağım келінім, той хабарын естісе кім болады арқайын. Айтып бүгін беташар, мен де құмардан тарқайын. Міне қоныспай інім менен жүзден көтіп қартайын. Ұрсат болса келіншек, бетіңдегі ақ жаулықты әсте ғана тартайын. Айдай апақ жүзіңе күндей күлгін көзіңе түпілім деп қарайын. Көп ішінде міне ұсы жүрді. Баракалла, мен де алым деген қайнаған, маған да бір жүп сәлемет келінім. Айтacağım хәлек етіп көлікті, қоныспайдың коллективі келіпті. Қуаныштан кеулі тасады. Полат міне банершіні айтсақ сыртқа қарап қашат дейді баракалла. Баракалла. Міне көзіне лупа әшкі таққан, ұсы банердің арқасында қожалық баққан. Арасында құдашаларға қасқа қандық көте береді. Және Полат, Азиз, Жако, Дәстан. О бермейді о мәстен. Өз алдына жүп сәлемет келінім. Баракалла, міне өзім бәршесі айтып болдық. Енді міне пәтияны кім берсін Нетбаяға? Бердім ратаға. Міне қайнатаңның дайысы, міне келіннің беті ашылды. Дүз несебесі ұсы шаңыраққа шашылды. Алтын алма дуа ал. Дуа алтын емес пе дейді. Міне алпамыз деген боламына. Кел бердім ратаға. Түргеп тұрып берші. Кел міне ерге келіңіз. Көтеріңлі білекті. Бердім ратағамыз берсін жастарымызға. Пәтияға қосып тілекті. Ілея, аумин. Бүгінгі міне салтанат сарайында сондай күшілі үлкен той болып атырыпты. Құдайым тойлар тойға бассын, жастар бақытты болсын. Бүгін мына ініміз қызмет қылып атырыпты. Мына баламыздың беті ашылып атырыпты. Құдайым ұсылардың, жастардың өміріңіздің берсін, бақытын берсін. Бүгінгі мынақай келіп атқан иманларды һәм берсін. Осы бүгінгі мына тойлар менен құтлықлаймын. Құдайым сіздердің семейіңізде осындай жақсы күндері болсын. Балаларыңыздың бауы берік болсын. Мына бал әкесінің атасының Құдайым соның бақытын беріп, бақытты семья шаңырақ құрсын. Аумин, тойлар тойғаласын. Аумин. Шапан студио. 21-ші аштырдың қарысы болды мынау. Үстінде шапан, басында шәпкі. Баяғы ата-бабамыз 40-тан өткеннен кейін шөгірме киіп бастаған ғой. Біздің ғарлар 70-те өтсе де еле шаппен тастамай жүр. Ұлман апаң орнына да бір пәтия берсін апамыз. Ұлы той, шүйрім менен, Нетбай менен шүйрім кеуіндегі бір мақсетіне жетіп атыр екен. Тойға ұласқай, балалар бақытлы оғай, өздерінен өніп өскай. Мына бекін бетпілер шағараға деп атыр, ата жоғылы. Солардың бақтын бергей, дәулетін бергей. Құдайым, той қыласқан, балалар бақытылы болсын. Амин айтқаныз, аумин деп жібер енді, баракалла. Әлбетте міне азималары кел. Мынаң не бетіне гүллік тауар жауып тастадыңыз. Ашып қой бейшара. Жаңа ақ тауар тартқанның өзінде деп зорға дем алып қалды. Өзі шалаңбас тұрып алып қуат кәнсе. Шерін апаға бері кел. Ой апажан, мынау келініңіздің міне жаулығындағы мейуа ағашы. Әлайым мына келініңіз ұсы мейуа ағашындай мейуалы болсын. Құда қалесі айы күні жеткеннен кейін құда қалесі ұсы шаңырақта үңгәліған бөбектің сез шыққай. Сол кезде міне құда қалесе құдағайыңыз бесік әкелгей, алтыннан болғай түбегі, мұжысқой болғай сүмегі. Мынау келініңіздің жүзіндегі ақ жаулығы сол ұсы келіннен көрген ақлыққа, шаулыққа жүргік қылып орағай сапажан. Яқшы ма? Енді қадесін беріп алып адыр, енді аумин-ауминді бұлам таяйын деп тұтты қасты. Міне әзіздер, келіннің беті ашылды, дүз несебесі ұсы шаңыраққа шашылды. Мархамат, келіншектің жүзін көремен дегелер, келіншектің ізіне еріңлер. Егер бет ашарда ат шығып, беруге ұмыт кеткен болса, ансамбльді қасында отыраман, секретіне әкеп беріңлер деген. Нәубет, сасауеттерімізге жасар тойымыз басаламан дегенше. Мархамат. Бол, рахмет. Тойлар оң болсын. Рахметлі той мейманлары және бір мәрте бүгінгі той бәршеге құтылу барек болсын. Енді Колияның коллективінің атынан міне Полат кәсіптесі бәрше фотограф жігітлер фотосалон, қызмет жігітлер бүгінгі той. Осы жігітлер той менен құтылуқлайды. Ал енді ағайлар жастар тойы бастанама дегенше тойымыздың саз сәубетлеріне бәршені мұрат етеміз. Тойлар тойға ұласын ағайлы мархамат. Шоқ қосықларымыз
Sizler üçün buladı marhamat qani. Aqandan kechga deyin seni o'ylayman, otqanga besga deyin qanama siymayman. Oy xiyolim sen deb saqnaman sen deb. Qani Kolyaning kollektivining atынан, fotograf jigitlerning atынан marhamat qani. Azandan geçecekçe seni oyladım, oldandı pişecekçe kanama sıkmadım. Oy hıyalım sende, sağınaman günde günde günde, her gün günde. Kil yarım, oylağanım sen yarım, senin başka işkim yok, kolumda bir gel yarım. Gel gel yarım, gel yarım, oylağanım ben yarım, benden başka hiç kim yok, kaderini bil yarım. Ayazlı tüllerde kıtsım toңbayman, karаңғы tüllerde köşеңді boylayman. Sağanı jetsem болды, sağındım сол жолды, yarım болды, yarım болды. Qani Kolyaning kollektivining atынан, foto salon kollektivining atынан, Polatning atынан marhamat. Toylar toyga ulassin qani. Köçende sen gıysan, sağa yetsem boldu, sağındım şu yolda yarım boldu, yarım boldu. Kil yarım, oylağanım sen yarım, senin başka işkim yok, kolumda bir gel yarım. Gel gel yarım, gel yarım, oylağanım ben yarım, benden başka hiç kim yok, kaderini bil yarım. Qani toylar mübarek olsun. Kolyaning kollektivining atынан, fotograf jigitlerning atынан, Polatning atынан marhamat qani. Toylar janada toyga ulassin marhamat. Sho'x qo'shiqlarimizni barcha to'y mehmonlarining hurmatlaridan namet qilamiz. Qani barcha to'y mehmonlarining o'yin zavqlarimizga, saz sohbetlarimizga murat etamiz qani. Sol bir arı unadı, жүрегім теңін таппай жүрәлі. Тойда мен көріп қалған сұлу қыз Қызылорда қаласында тұрады. Yaşamız qani. Келін болып шай қайнат, шай қайнат, шай қайнат, қуғыншылар айғайлап, 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 Алматыда пай-пайлап, думандатып айқайлап, билейікші ей той тойлап. Келін болып шай қайнат, шай қайнат, шай қайнат, қуғыншылар айғайлап, 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 Алматыда пай-пайлап, думандатып айқайлап, билейікші ей той тойлап. Қызылордаға бара бергім келеді, айтпаса да белгілі ғой себебі. Сол аруды көріп қалсам егер мен Алматыға алып қашқым келеді. Ай, 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 келін болып шай қайнат, шай қайнат, шай қайнат, қуғыншылар айғайлап, 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 Алматыда пай-пайлап, думандатып айқайлап, билейікші ей той тойлап. Келін болып шай қайнат, шай қайнат, шай қайнат, қуғыншылар айғайлап, 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 Алматыда пай-пайлап, думандатып айқайлап, билейікші ей той тойлап. Келін болып шай қайнат, шай қайнат, шай қайнат, қуғыншылар айғайлап, 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 Алматыда пай-пайлап, думандатып айқайлап, билейікші ей той тойлап. Алматыда пай-пайлап, думандатып айқайлап, билейікші ей той тойлап.
қасылар, қоңыр түсті шашылар, қайғы қылыш қасылар, қоңыр түсті шашылар. О, қандай қарасылар, әншімім менің. О, қандай қарасылар, әншімім менің. Менде өзге ой жоқ, болсын кеуілің тоқ. Менде өзге ой жоқ, болсын кеуілің тоқ. Мысалы кірпіклерің оқ, әншімім менің. Мысалы кірпіклерің оқ, әншімім менің. Әншім, әншім, әншімім менің. Сүйгенім едің, неге келмедің? Әншім, әншім, әншімім менің. Сүйгенім едің, неге келмедің? О, неге келмедің? Әншімім менің. Сезімге жоқ дарман, берік болмас барман, соңындайын арман. Әншімім менің. Әншім, әншім, әншімім менің. Сүйгенім едің, неге келмедің? Әншім, әншім, әншімім менің. Сүйгенім едің, неге келмедің? О, неге келмедің? Әншім, әншімім менің. Сүйгенім едің, неге келмедің? Әншім, әншім, әншімім менің. Сүйгенім едің, неге келмедің? О, неге келмедің? Ен меймандар бір орынларға отырамыз, себебі жастар тойына таярлық көру керек. Официант жігіт қыздар ортаны декорацияны жая берсеңіз болады. Қазір қалған ойын зауық жастар тойында давам еттіреміз. Келіншектер келе берсін еліме, бұл мұқаддес Қарақалпақ жеріне. Келін деген атты алыпты бүгін, келін болған алпамыстар еліне. Ассаламуалейкум, ұзақ жақыннан келіп отқан азиз меймандар. Үйлері мейманға, кеулері иманға толы жаслы көллер, жаслы көнді сыйлай білген жас кішілер, тойымыздың азиз мейманлары. Бүгінгі бекімбетлер шаңырағында бой көтеріп атқан жас шаңырақ иелері Қоныспай әмде Шахнозаның бақыт тойына, салтанат сарайына қош келіпсіздер азиз меймандар. Олай болса, азиз меймандарымыздан ілтимас қыламыз, орындарымыздан тұрып, жүздерімізді есік тарапқа бұрып, қол шапалақларымызды қатты қаурып, бүгінгі кешеміздің бақытлы келін күйеулері Қоныспай әмде Шахнозаны мархамат қол шапалақларыңызбенен күтіп алыңыз. Ашың араны, шертің йошлы наманы, нұр жадырап жамалы, келіншек ятыр көз айдын. Баслансын, баслансын, бүгін тойың баслансын. Баслансын, баслансын, бүгін тойың баслансын. Келін күйеу кіріп келеді, бақыт тойың бүгін баслансын. Келін күйеу кіріп келеді, бақыт тойың бүгін баслансын. Ей, бақыт тойың бүгін баслансын. Аппақ келін тойға келеді, күйеу бала гүлдер береді. Аппақ келін тойға келеді, ей, күйеу бала гүлдер береді.
Hazır kelin salim beredi Bugün bakıp toyun baslansın Hazır kelin salim beredi Bugün bakıp toyun baslansın Көлді жүрген екі аққу сыңсы пәрін тарасады. Бұл дүнияда һәмме нәрсе жобы менен жарасады деп міне әлбетте шайырымыз айтып өткенде біз бекарға бүгінгі бақытлы жастарымыздың бақыт тойларын шайыр Ибраим Юсуповтың қалеміне тиісті қос қатарларымен бастағанын жоқпыз. Себебі бүгінгі бақытлы кешені бақытлы жастарымыздың өздерінен бетер ата-аналары асыға күткен бақытлы кеше, бақытлы той. Әлбетте, мен бірінші обетте тойымызды ашып беру үшін ескі дәстүрліге бойсынған алда игілікті істің басына жақсы келер қасына дей отырып, бүгінгі бақытлы жастарымыздың ата-аналарын біз тойымызды ашып беру үшін микрофон алдына шақырып қойғанбыз. Бірінші обетте Бекімбетпілер шаңырағы жасыл көллері, яғни айтқанда Қонысбайдың ата-апалары. Ниетбай ағамыздың ағасы Батырбай аға, ажапасы Тамарапа, той иелері Қонысбайдың Асқартауы әкесі Ақсүтберген анасы Ниетбай аға менен Ширин апа. Келін дәрептен келіп отқан құда-құдағайлар, күйеу 100 жылық, құда 1000 жылық. Бүгінгі Шахнозаның аталары Құрбанбай аға, һәмде жездесі Әділбай аға, үлкен апасы Бибісар апамызды, Асқартау әкесі Қалбай аға, құдағай анасы Анар апамызды, һәмде бақытлы жастарымыздың мұрындық атасы һәмде мұрындық енесі Қуат һәмде Шарыгүлді мен сілердің қол шапалақларыңыз астында, сасау бетер астында микрофон алдына мұрат етіп қаламан. Келіңіз ата талған азиз жаслы көллер, ата-апалар, мұрындық ата һәмде мұрындық енелер. Тамар апамыз келді, Ниетбай ағамыз бар. Бізге Батырбай аға керек. Енді Батырбай аға десең ешкім танымау мүмкін. Юрий десең Пүткүлшімбай таниды. Мархамат, осы шаңырақтың құда-құдағайлары Құрбанбай аға, Шахнозаның үлкен жездесі Әділбай аға, үлкен апасы Бибісар апа, һәмде ата-аналары құда Қалбай құда, құдағай Анар апа. Міне бүгін ұсындай бір қуаныш, ажайып той. Бүгін міне Ниетбай ағамыз мойындағы парызларының бірі болған, аталық парызларының бірі болған ұлды үйлендіру, ел халыққа ас беріп, елдің халықтың патиясын әперудей үлкен бір парызды ада етіп атыр. Ниетбай аға оң болсын, әлбетте алған патиялар Алла дәргейінде қабыл болсын. Әлбетте міне бүгін осы шаңырақтың құдасы Қалбай аға қош келіпсіз. Міне бір ажайып инсанлар менен құда болып атсар, әлбетте құдалық 1000 жылық дейді. Перзентлер бір-бірін мақұл көрісіп, көңіл қойысып шаңырақ болып атқан екен. Енді тек қана ата-ананың разылығы оларға ақ патия берсеңіз, жастар құда қалесе үлкен аталарындай үлкен шаңырақ болып кетеді деген үміттеміз. Тойлар оң болсын. Анажалларымызға да, апаларымызға да тойлар оң болсын. Кімнен бастайын бірінші обетте? Әлбетте ер азаматтың жолылы ата-бабада сөз бар. 7 жасар ұл бала отқан жерде 70 жасар кемпір бірінші патияға қол ашпайды дейді. Соның үшін мен мейман атаңдай ұллай деп отырып бүгінгі Ниетбай ағамыздың 1000 жылық құдасы, яғни айтқанда Шахноза келініміздің Асқартау әкесі Қалбай ағамыздан перзентлеріне деген бір атасының ақ патиясын алып береміз. Мархамат, Қалбай ағамызға бір қол шапалақларыңыз болсын. Ал, құрметті ағайындар, баламыз бенен қызымның бақыт тойына келіп отырған екенсіздер. Балам менен қызым Құдайым бақытлы болсын. Ниетбай құдам мен Ширин құдағайдың алдында адал қызмет етіп, шаңырақлары бір алға деген шаңырақлардан бірі болып, Құдайым әмме уақытта сіздерге жақсы қызмет етіп, екі жаққа теңдей болсын қызметлері, адамлар айта жүргендей семья болып, бақытлы болсын, Құдайым балаларымыз. Әлбетте міне халқымызда сөз бар. Міне жездеңнің жақсы әкеңдей туысқан апаң анаңдай дейді. Бүгін міне осы Ниетбай ағамыздың жасыл көллері бәршесі ат салысып, бәрше Бекімбетпілер шаңырағы бір жағадан қол, бір жеңнен, міне бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ат салысып міне қызметте келген мейман ізzetте болмақта. Әлбетте мен бүгін тілек сөзін Ниетбай ағамыздың туысқаны апасы
Тамара апамыздан бүгінгі бақытлы жастарға деген, туысқанына деген, мейманларға деген бір жақсы тілегін естеміз. Тамара апа, оң болсын. Мархамат. Альхамдулилlah. Құдайым мына бүгін құдаларым бірінші өтшірсе қош кепсіз. Қадамдеріңіз оң болсын. Не күнің менге айтқан тілектеріңізді бәрі қабыл болсын. Мына бүгінгі жиналған қалайық, мына менің інім Ниетбай, келінім Ширин. Қала берсе Бекімбеттердің семьясында үлкен бір салтанатлы жиын болып жатырды. Құдайым мына Ниетбай мен Шириннің түсіріп жатқан келілері оң болсын. Ол Ниетбай мен Ширинге келін болғанменен маған ақылы қызым болады, ақылы балам болады. Сондай Құдайым мына бүгінгі жиынымыздың себепшісі осы жастар Құдайым бақытлы болғай. Өздерінен өніп өскей, үбірлі болғай, шүбірлі болғай. Солардың Құдайым бесконечный біздерге жақсылықтарын көре бергейміз. Құдайым сол менің үйінде сондай жақсы ниеттер бола берсін. Мына бүгінгі жиналғаны жәмәтке Құдайым меңіздің үйінде сондай жақсы ниеттер бола берсін, жақсы күллер бола берсін. Бірінші очередте мен мына қонысқа әкемнің жасын бермесін, әкемнің дәулетін берсін. Мамамның жасын берсін. Құдайым сондай үбірлі, шүбірлі болғай. Құдайым сол өздерінен өніп өскейсең, қоныс сау болғай жаным. Шахноз беді, біздер шақи дейміз ғой, сондай Құдайым аман болғайсыз жаным. Құдайым өздеріңізден өніп өскейсіз. Ең бақытлы күллеріңізіне Ұзақбай атаң мен Перед апаңдай болып көрген күллеріңіз болсын. Құдайым солардың жолын берсін. Біздер сіздерге мәдет болайық та, біздер сіздердің тілекшісі болайық. Құдайым сау болың. Қол шапалақларыңыз болсын, әлбетте. Міне азималар, әрбір шаңырақтың жаслы көні болғандай, міне осы шаңыраққа құда болып келіп отырған Қалбай ағамыздың да жаслы көнлері міне қазір ғана келді. Қазір ғана айтып өткеніміздей, жездеңнің жақсы әкеңдей дейді. Міне жездесі ағамыз Әділбай аға. Әділбай аға қош келіпсіз, оң болсын. Енді бағана сізді күттік, содан кейін сіз кешіккеннен кейін біз мейман деп Құда Қалбай ағадан бастап жібердік. Әлбетте орныңыз бөлек, бәрі ата-бабада сөз бар. Ештен кеш жақсы, котелдан пеш жақсы деп кете береді ол. Міне, әмме Құдайым хақтан інаят болғай, пірлерден мәдет болғай, Сүлейменнен дәулет болғай, екі жас бақытлы болғай, Құдайым үбірлі шүбірлі болғай, ата-анасынан мейірман болып, қызметлері екі жаққа теңдей болғай. Құдайым жастарымыз сондай той мерекелері көп бола берсін, тойлар мүбәрек. Рахмет, әлбетте Әділбайға айтқан тілектер қабыл болсын. Енді мен тілек сөзімізді осы шаңырақтың құдасы Қалбай ағамыздың міне анасындай қайырхон, мейірман, жаслы көні апасы туысқаны Бейсар апа. Бейсар апа, міне қазір ғана Әділбай ағамыздың жақсы тілегін естік. Осы ағамыздың тілегіне қосымша бүгінгі өмірге бірінші қадам қойып атқан жастарға өмір тәжірибеңізден келіп шыққан халда бір жақсы тілегіңіз. Мархамат. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті меймандар, жастар, Шахноза Ақұдай, күйеу балам Қонысбай. Бүгінгі жастар тойыңыз құтлы болсын. Мінекей сонша уақыттан бері жақсы тілектер айтылып жатырыпты. Бәрі сіздерге қабыл болсын. Өздеріңізден өніп өскейсіз, бақытлы, тақтылы, босағаңыз биік, бір ата-анаңыздың осындай минетлерін ақылағандай әділі ата-ана болғайсыз сіздерде. Халқымызда бір қалаулы, еліңізге елеулі белгілі азаматша болып, достарыңыздың алдында, ата-аналарыңыздың алдында барқама ақ жүзді абырайлы болғайсыз Ақұдай. Құдайым, барқама сіздерге бақыт тілеймен, үбірлі шүбірлі болып, ендігі жылы әлі тойларыңызға да келгеймен айнанайын. Бақытлы болың ма? Рахмет. Әлбетте міне Бейсар апамыз, Әділбай ағамыз, Тамара апамыз бір жақсы тілектерін білдірді. Енді міне азималар күніме айтқандай, осы шаңырақ, яғни айтқанда, осы Бекімбеттер шаңырағының давамшылары болып отырған, осындай бүгін міне осындай үлкен атасының жолын беріп, бүгін міне келін түсіріп атқан, ел халыққа ас беріп, аталық парызын орындап атқан бүгінгі міне Қонысжанның Асқар тауы әкесі, яғни айтқанда Ниетбай аға. Ниетбай ағамызды көптен міне танымайтын инсанның өзі жоқ. Ниетбай ағамыз бір ақ көңіл, кісінің міне көңілін жықпайтын, бір кісіге жаманлық ойламайтын, көңілі
қардай пәк инсан. Әлбетте бүгін міне Қонысбай жанды өзі ішпей іштіріп, өзі кимей кидіріп, өзі жемей жедіріп, өзі шекпей шектіріп жақ. Не той беріп атқан. Бүгінгі той иесі Ниетбай ағамызға бір қол шапалақларыңыз болсын. Мархамат. Енді мен арасында хәзіл болсын деп қосып атпан, және басқа жерде мынау кенді басын жақсы бастайды екен де кейін бүлдіріп бола береді екен деп ойлап жүрмеңіз. Мархамат Ниетбай аға. Рахмет алым. Ассалаумағалейкум, құрметті меймандар, құрметті қонақлар. Бүгін міне менің перзентлерім Қонысбай, Шахноза, бақыт тойына, мұсылман тойына келіп мен қуанышымды бөлісіп атқан екенсіз. Құдайым сіздерге рахмет. Сіздердің шаңырағыңызда да сондай тойлар көп болсын. Перзентлеріме тілегім бұлар ең бақытлы шаңырақ болсын. Төбесі көкте болсын. Біріншіден Қалбай аға, Анар апа сіздерге күйеу бала, маған келін оң болсын. Құдайым өздерінің өніп өсін. Күніменгі айтылып атқан жасыл гүлдердің тілектерінің бәрі қабыл болсын. Мына тұрмыс деп аталмыш өмірге үлкен бір қадем қойып атыр. Құдайым қадемлері шиддатлы болсын, өбірлі шүбірлі болсын. Бағанағы айтқанымызда ең бақытлы шаңырақ болсын. Қызметлері екі жаққа теңдей болсын. Ұсыларды бір түпәлем деп қарайтұғындай көз шаңырақ болсын. Ұсылардың өстірген ата-аналарына рахмет дегенде атта берсін. Құдайым оған мен сенім кәміл, мен сенімен перзентлеріме Құдайым үлкен шаңырақ болсын. Бақытлы болсын. Көп айта жағым көп еді мына. Бүгінгі мен қуанышымды, тойымды атқарып беріп отырғанмына Шымбай қаламыздың салтанат сарай тойханасына да үлкен медалдаршылығын білдіремен. Қала берсе мен бауырым ол жаңа басқа тамадалардай көк кетіп атқанда не оңақ қой, туысқаным болғаннан өзіме ойнап жатырды. Құдайым бұның ауазы жаңлай берсін. Рахмет. Сенің жақсы күлдеріңде бізде қызметте болайық. Ең бастысы менің перзентлерім дүнияда ең бақытлы шаңырақ болсын. Жүзлерінде барқылы күлкі болсын. Ұсылардың жаманлығын ешқашан бізде көрмейік. Ұсылардан біреу-біреумізге хабар келсе, ең жақсы хабарлар, қуанышлы хабарлар ұсылардан болсын. Рахмет. Рахмет Ниетбай ағамыз бүгінгі той иесі. Әлбетте енді Қалбай аға, әмде Ниетбай аға ескіден сөз бар. Міне құданы көрген кезде міне төс қағыстырып көріскен дейді. Міне ел халықтың алдында бір екі құда бір төс қағыстырып, бауырыңызға басып бір көрісіп қойыңыз құдаларға. Бой баракелла міне. Міне қол шапалақлар болсын құдаларға. Әмеше ұсындай тойларда көрісіңіз. Көтеріп қойсаң болады, құдаңды көтеріп қойсаң болады. Грижа бар ма? Болды. Ертең Грижа шығып кетіп, больницаға барып, кім көтерді байтты, тамады көтерді бетті. Мен ауқаттасып жүрермін. Тамарапа көтерейін деп жүр ғой құда. Әлбетте міне, әзиз меймандар, үрметлі тойға келген ағайын, енді міне және де осы жерде ақ жаулықлы жасылгөн аналарымыз бар. Еліміздің аманлығын, халқымыздың тынышлығын, дәстүрханымыздың берекетін тілеп, перзентлеріміздің аман саулығын тілеп, дуаға қол жайып шаршамайтын міне жасылгөллеріміз бар. Апамыз кім еді? Нәзігүл, сіз айта алмайсыз ба? Бұл кіміңіз болады? Абысын, баракалла, абысын бағана айтып өткеніміздей, абысын бұл қайын жұрттағы апалы сіңілдей, бауыр, туысқан болып кететін бұл абысылар. Нәзігүл апа, оң болсын, бір жақсы тілеңіз. Мархамат. Міне бүгін құдам мен құдағай той беріп жатырған екен, құдайым мына тойларға оласын, мына қызым бақытлы болсын, күйеу балам бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын, өзлерінен өніп өсін, мына қайным менен келінімнің қызы Құдайы жақсы күндерде тойларда жүре берсін, әммесі оң болсын, жастар бақытлы болсын, барлығы өніп өссін, тойларға ұласа берсін, аспанымыз ашық болсын, еліміз парақатшылық болсын, әммеге денсаулық берсін, өмірінде бір мәрте болатын бақыт тойы құтылы болсын. Рахмет Нәзігүл апа, әлбетте мен және де тілек сөзімізді міне осы жерде енді міне Анар апамыздың міне абысылары тілек айтқан болса, бұл жерде Ширин апамыздың абысыны бар, яғни айтқанда Роза апа. Мархамат. Роза білмеймін ғой фамилиясын. Мен бұл Қаллайымбет көшенің макон-ком емесім ғой, фамилиясын ешкім айта береді. Мархамат, келіңіз ортаға, жақсы тілегіңіз.
Ассалаумағалейкум ағайлар, құрбы құрдасылар, қайнағалар, шешемлер, жаслар. Міне бүгін қайным менен келінім баласын үйлендіріп той беріп жатырған екен. Мына қосылған екі жас бақытлы болсын, дайым өздерінен өсіп өнсін, дайым шаңырағы биіктен көрінсін, керегесі кең болсын, өздерінен өсіп өнсін, үлкен шаңырағы есі болсын. Осылардың жамалығын еш қайным менен келінім көрмесін. Қызметлер екі жаққа бұйырсын. Мына құда-құдағайлардың келген қадемлері құтылы болсын. Күйеу сілерге, келін біздерге қызметі бұйырсын. Той-тойға ұласа берсін. Рахмет Роза апа, айтқан тілектер қабыл болсын. Сілердің шаңырақтарда әлбетте жазы гүлдер алдымызда аман болыңыз. Әлбетте міне азиз меймандар, халқымызда сөз бар. Ата сөзі парыз, ана сүті қарыз дейді. Бүгінгі міне бақытлы жастарымыз бүгінгі тойды осы күнді асыға күткен болса, бұл күнді бақытлы жастарымыздың аналары перзентлерінен көбірек асыға күткен. Яғни айтқанда 9 ай міне құрсағында 2 жыл алақанында көтеріп әлпешлеп өсірген бұл әзиз ақ сүт берген аналары. Қуанышларым сыймай кетер қанама, ақыл қосар Алла берген санама. Періштеге мегзе істейді негізі, періштелер ұқсар менің анама. Бүгінгі бақытлы жастарымыздың аналары Қонышбай жанды дүниеға келтірген анасы Шерін апа, һәм де Шахнозаны дүниеға келтірген аналары. Анар апамызға бір қол шабалақтарыңыз болсын, оң болсын. Әлбетте міне бүгінгі сондай бір қуаныш, міне Анар апа оң болсын. Екі жаққа да қызметлер бұйырсын перзенттеріңіздің. Бүгін міне Шерін апа менен Ниетбайға қызыңызды келін емес өз перзентінде етіп қабыл етіп той беріп жатырды. Бұлан бір перзентіңіздің бір дүз несібесі шығар, Құда қаласа тілден көзден аман болсын. Әлбетте мен бірінші тілек сөзімізді шайыр міне Ибраим Юсуповтың бір ажайып қос қатарларына келтіргендей бір ажайып қосықлары бар. Перзент үй машқала, жұмыс қалмағал, сыр беріп сын бұзбас бір сақиып жамал. Жұрт айтар анасын көріп қызын ал, ашық аяз ұсы сөзге тән берер дейді. Біздің дана халқымызда анасын көріп қызын ал дейді. Міне сондай перзентті дүниеге келтірген анасы. Анар апамызға бір қол шапалақтарыңызды ұрып қойыңыз да мен тілекті Анар апамыздан естейін. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Әменізгі тойлар оң болсын, әменізгі тойларға жеткерсін. Мына Ниетбай құда, Шерін құдағай, мына тойларыңыз оң болсын. Балаларымыздың құрып атқан алтын көпірлері беккен болсын. Өздеріне өніп өссін. Жүзімде саялы, жүзімде мейуалы болсын. Еш жамалық көрмесін, денсаулықтар беккен болсын, алдында аман болсын. Мындық апасы үш жаққа да әменсі қызметлері бұйырсын. Не дейміз? Бақытлы болсын. Рахмет, әлбетте айтқан тілектер қабыл болсын. Әлбетте міне мен және де тілек сөзімізді осы жерде келін түсіріп, қолы ұзайып, қуанышқа бөленіп атқан әділі ана, Қонышжанды дүниеға келтірген ақ сүт беріп, не үмітлерменен ақ сүт беріп, бүгін міне келін түсіріп, қуанышқа бөленіп атқан Шерін апамызға бір қол шапалақтар ұрып қойыңыз да мен тілекті Шерін апамыздан естеймін. Мархамат. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі тойымыздың мейманлары. Бүгін балам Қонысбай менен келінім Шахнозаның бақыт тойы болып жатырды. Құдайым Алла балаларым бақытлы болғайыз, өздеріңізден өсіп өңгейіз, қатарларыңыздан кем болмағайыз. Құдайым әме уақыт жүзлеріңізде күлкі арылмасын, әме уақыт қуанышлы болғайыз. Құдайымна құдағайым, әмеңізге оң болсын бүгінгі тойлар, балаларымыз бақытлы болсын. Не деймін, көп зат айтаман деп айтамын. Бақытлы болың әмеңіз. Рахмет. Әлбетте міне бүгін Шерін апамыз бір қуаныштан албырап бір толқып тұрыпты. Әлбетте міне ешбір ата-ана перзентіне жаман тілек тілемейді. Әлбетте ұсылар үшін жығырады, ұсылар үшін барын береді. Соңышынан айтады, қанынан қан, жанынан жан берген бұл инсан ана. Ана бұл перзентке еткен минетлерінің ешбірін миннет қылмайтын екен. Соның үшін әдеулі аналарымыз, асқар тауакелеріміз аман болсын дегелер, қол шабалақтарыңыз болсын. Мен енді тілек сөзімізді біздің дана халқымыз, Қарақалпақ халқымызда басқа миллеттерде табылмайтын ажайып алтын мираста сүрлеріміз бар. Яғни айтқанда,
Ol перзент үйленген кезде жақсы ниеттер менен мұрындық ата сайлау ертең келешекте жасыл көлік етеді, ақыл насиятын береді, жол жоба көрсетеді деп міне жақсы ниеттермен сайланған Қыдырып ауыл аймақта ақыллы хасыл адамнан мұрындық ата сайлапты, перзенттерінің келешегін ойлапты. Өзі әділ мұлайым құтлы болға бүгінгі міне Қуат пенен Шарыгүлдің мұрындық балалар елем. Қуат Шарыгүл келіңіз мархамат, оң болсын. Бүгін міне Ниетбай ағамыз бір перзенттерін ойлап, ертеңгі келешекте Құда қаласа бір жол жоба ақыл насиятын береді деп бір кәміл инсаннан сайлайды. Бүгін міне Ниетбай ағамыз бір кеуіне жақын алып сайлаған екен. Ұлыңызға, қызыңызға һәм той иелеріне бір жақсы тілеңіз. Мархамат. Рахмет Алымбай. Әмеңізге оң болсын, жаңа оң болсын. Келген меймандар рахмет. Сондай қуаныш күлеріңіз бөлісіп жатсыз. Алым сағынам рахмет. Той болса, жұғырып келіп жатса. Талма, харма. Ал балам оң болсын. Жақсы күлеріңіз көп болсын. Енді айтаман десе тілек көп. Сіздер шақырсаңыз, жақсы қуанышлы күлерге шақырын. Қуанышлы күлеріңіз көп болсын. Ілайым сол өзіңіз көбейін. Сол сіздердің табыстарыңызға, жетіскерліктеріңізді естіп, қуанып жүрген есеп ете берсін. Ассаламалейкум, міне тойға жиналып отырған меймандар. Міне баламыз бен қызымыздың бүгінгі бақыт тойы құтлы болсын өздеріне. Құдайым үбірлі-шүбірлі болып, түбі бір шақасы мың болғай, денсаулықтары беккем болғай, ата бабаларындай үлкен беккем шаңарақ болғай. Мінеке Құдағай апа, Құда аға, сіздерге күйеу бала мүбәрек болсын, қайнаға мен абысыңызға қыз мүбәрек болсын, біздерге екеуі де құтлы болсын. Қатынасыңыз мың жылдық болып жүре бергейсіздер. Мына енді біздер айта берейін бе? Енді міне тарих жырмады мен өзім. Айымғы Римде оттың өшуі бұл шаңырақтың бір мемлекеттің жоқ болуы болғанда, соның үшін үйіңізде ешқашан шырағыңыз өшпесін деген мәністе осы шымбайда свет өшіп қалмаса әйтеуір. Осы сауғаны қызымыз бен баламызға сауға етіп жатырмыз. Әлбетте міне бұл үлкен мәніндегі бір жақсы ниетлерменен шаңырағыңыздың шырағы сөнбесін деген ниетлерменен осы Бекімбетлер шаңырағының давамшылары болған Қоныспай һәмде Шахноза қызына, ұлына мұрындық ата мұрындық енесінің үлкен міне люстралар, жібере білсе, кім біліп атып деп. Әлбетте міне оң болсын, шаңырағыңыздың шырағы сөнбесін, айтқан тілектер қабыл болсын, алдымызда жасыл көйлеріміз аман болсын. Сіздерге бақытлық, ғарлық тілейміз. Ибраим Шайыр ағам атамыздың ажайып қосығы бар. Жатқанға не берер көрпе һәм дастық, жатаған болмақлық өзіне қаслық, бақытлық, ғарлық, екінші жаслық, міслік кеш түскенде атқан таң деймен дейді. Әлбетте, әмеңізге бақытлы ғарлық дейміз. Құдалыңыз мың жылық болсын. Аналарымыздың қоллары ақлық, шаулық бестерін тербетуден қолыңыз талмасын. Әлбетте, мұрындық ата мұрындық енесі өздеріңіздің перзенттеріңіздің тойында да осы мұрындық бала, мұрындық қыздарыңыз зыр жүгіріп қызметте жүрсін. Ең кемінде мұрындық балалар спискіде отырсын деп қойсын. Тойларда өз мұрындық балалар ғой спискіде отыратын. Оң болсын. Әлбетте қазір міне сауғалар тапсыруға рұқсат етеміз. Мен енді сондай жасыл көйлер тұрған кезде бір ақлықлардың алдына барып құтлықлап жүрмеңіз. Ақлықлардың өздері келіп сіздерден пәтияңызды алып кетсін. Мархамат, бүгінгі келін кеулер Бекімбетлер шаңырағы давамшылары Қоныспай һәмде Шахноза. Ана қалпақты дұрыстап кигізсең, саунадағы қалпақтай қылдың ғой сен. Енді көтермей-ақ қой. Екеуін бір суретке түсіп қоямыз қазір. Киіп ал, етпей ақ, киіп ал. Уман мехерге толы, бір өмір тербетіп алақанында, көклерге көтерген анамның қолы, паруазды үйреткен балапанына.
жүрегі Қалтасан бар керек болса. Ha, бет ашарға керек шапан екен. Өмір тербетіп алақанында көклерге көтерген анамның қолы жаныңнан Мархамат Асқар Тауакелері ұл қыздарыңызды құттықтап қойыңыз. перзентім еліңді қызғыштай құрып тұрылып сабағын сақлайман есте бақытқа жеткерген әкемнің жолы жаныңнан кессең де арыңнан кешпе перзентім еліңді қызғыштай құрып тұрылып сабағын сақлайман есте бақытқа жеткерген әкемнің жолы Шешпей тұр, қалбаяға шешпей тұр, аз екеуіңіз суретке түсіреді бірге. Бұл нағыз қамау терімді алайын ба деген бұл. Қанеки бола алсам ата анамның белінің мадары көзінің нұры паруазды ниет той ауылында жиналады туысқандар бауырында болса жақсы ниет той ауылында жиналады туысқандар бауырында несіп болар хүрмет ізі табуында төрде оның дұрыс енді мұны күніменен шаршады бұлай деді бармақларым ісіп кетті енді бұны. Рахмет, естелік үшін суретке түсіп қояйық. Келін күйеулер аталарыңызбенен, әжелеріңізбенен, ата-аналарыңызбенен, мұрындық ата, мұрындық енелеріңізбен мархамат. Сәл алдау шығыңыз, алдыға шығыңыз, алдыға. Жақсы ниет, жақсы той, тыныш елге жарасар. Қара қалпағыма менің ұлы тойлар жарасар. Алып қойылады бауырлары зер шапанлар орамаллар жауылады қаде алып қойылады бауырлары зер шапанлар орамаллар жауылады ата мирас дәстүрлерің табылады мейман болса қара қалпақ тойларына ата мирас дәстүрлерің табылады мейман болса қара қалпақ тойларына жақсы ниет жақсы той тыныш елге жарасар қара қалпақ Рахмет жаслы көлдер, аман болыңыз. Шапаллар оң болсын. Ертең кешкі сағат 5-ке Ниетбай ағам үйіне шапан жуыспақ айтқаным әммеге. Рахмет. Келін кеулерімізге рұқсат берейік, келін кеулер. Мархамат, қол шапалақларыңызбенен келін кеулерімізді орынларына шығарып салайық. жақсы ниет жақсы той тыныш елге жарасар қара қалпағыма менің ұлы тойлар жарасар жақсы ниет жақсы той тыныш елге Рахмет жақсы көлерімізге төріміздер үшін біз енді қалған шағында жастар тойымыздың дәстүрлерін үш апа жиналып қал өзік жібереді енді неғып атсаң сетара күрігіндей ортаны бермейді шу. Демек міне азиз меймандар, біз ары қарап жастар тойымыздың дәстүрлерінің давам еттіреміз. Азелден бізде тұсаукесер деген сөз бар. Яғни айтқанда кішкене баламыз бірінші өмірге қадемлерін қойып атқан кезде аяқларына ала жіп байланып біз тұсауларын кесеміз. Міне соның заманауи түрі жастар тойымызда лента кесу мәресімі. Бүгінгі бақытлы жастарымыз өмірде еш қашан міне тұсауларға, міне тосықларға дүш келмесін деп, жақсы ниеттерменен кішкене қызымызға
лента кестіресіме жақпыз. Яғни айтқанда мен ортаға Ниетбай ағамыздың ақлыға Рахима қызымызды мен ортаға шақырмақшыман. Қызымыз Рахима, кел. Және кім бар? Ақ көйлек деген болса келе бер. Сені шақырып атқам жоқ. Екеу ме? Кел, ақ көйлек деген басқа қызлар бар ма? Менің ақылығым тақыма қайдады деп отқал. Азамат аға, ассалаумағалейкум. Демек бізде ортада кішкене қыздарымыз Рахима һәм жанында қызбен танысып аламақшыман. Рахмет. Атын кім? Рахима. Атын кім? Патима. Ой, Патима анамыздың атына қойылған. Міне Патима қызымыз. Демек, екеуіне тақма қиятылап келдік. Мен бірінші Рахима қызымыздан естемен. Ақ гүлім асылды, салы гүлім сасылды, азаға менің кісемнің бақыт тойын асама. Мен баламан, қолыма қайсы аламан, азаға менің кісемнің бақыт тойын асаман. Патима қызымыздан естеміз қане? Ақ гүлім асылды, салы гүлім сасылды, азаға менің кісемнің бақыт тойын асаман. Мен баламан, қолыма қайсы аламан, азаға менің кісенің бақыт тойын асаман. Қол шапалақлары болсын. Перзент өмір гүлі өмір шырағы дейді. Айтуларынша қыз бала жердегі періштелеріміз екен. Алдымызда періштелеріміз аман болсын. Бір-біріңіздің қолларын ұстап кеттік. Аға жеңгелеріңіздің жақынына барамыз. And I know, yeah, I know. With you, I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use Kızlarımız benen iyeseli üçün suretke tuspaya. Yeah, I know. Many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know. With you, I got nothing to lose.